Армысыздар, қазақ елі. Мен Ғани Мұратбаев атындағы Жетісай гуманитарлық техникалық колледжінің педагог-психологы Қалубай Айбала Түлеуқызы. Мына бүкіл әлемді жайлаған індет біздің қазақ елінде айналып кетті. Елімізде болып жатқан төтенше жағдайға байланысты халқымыздың қамын ойлап, біздің үйде отырып жұмыс жасауымызға жағдай жасаған және студенттеріміздің білім алуына қамтамасыз етіп отырған мемлекет басындағы басшыларымызға Ғани Мұратбаев атындағы Жетісай гуманитарлық техникалық колледжінің атынан алғысымызды білдіреміз. Және де күндіз күні біз үшін жұмыс жасап отырған ақ халатты абзал жандарға және де ішкі істер қызметкерлеріне мыңда бір алғысымызды білдіреміз. Біз үйдеміз, біз біргеміз, біз бірге жеңеміз. Бұл уақытша қиындық, сол себепті уақытша. Біз қашанда қиындық көрген, мың өліп, мың тірілген халықтың ұрпағымыз. Қазір ешкімге оңай соғылып отырған жоқ. Тек те осындай қысылтаяң шақта карантин талаптарын сақтап, мемлекеттік бекіткен ережелермен өмір сүргеніміз дұрыс. Ол өзіміз, отбасымыз, жақындарымыз үшін керек. Мен үшін ұстаз деген ерекше жандар. Ұстаз ол екінші ана, екінші әке. Бүкіл әлемді біліммен тербейтін жандар ұстаздар. Халық пен халықты, бай мен кедейді, адам мен адамды теңестіретін білім. Ол білімді келешек ұрпаққа және бізге жеткізетін ол ұстаздар. Ұстаздарға мың алғыс. Біз үйдеміз, біз біргеміз, ертеңгі күнге сенеміз. Біз үйдеміз, біз біргеміз, біз бәрін жеңеміз. Сәлем достар, менің аты-жөнім Тұрсынханов Ерлан. Жетісай гуманитарлық техникалық колледжінің 2-ші курс студентімін. Қазіргі кезде аты жаман аурудың алдын алу үшін қашықтықтан оқып жатырмыз, және де Zoom, Платон жүйесінен оқып жатырмыз. Біз үйдеміз, біз біргеміз. Ғани Мұратбаев атындағы Жетісай гуманитарлық техникалық колледжінің ұстаздарына және бізге психологиялық қолдау көрсетіп отырған психолог апайымызға алғысымызды білдіреміз. Осынау қиын қыстау заманда студенттерге талмай еңбек көрсетіп жатқан Ғани Мұратбаев колледжінің ұстаздарына айтар алғысым шексіз. Біз біргеміз, Біз жеңеміз. біз үйдеміз.